Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгін бізде жаңа туынды, бүгін бізде қонақта подкастын бастағалы отырмыз. Біздің алғашқы қонағымыз жүректен шыққан шынайы әңгімесімен бөлісуге келген Айдар есімді азамат. Айдар, қош келдіңіз, сәлематсыз ба? Қош көрдік. Қайырлы күн, қазақ елі. Айда ханым, шақырғаныңызға көп рахмет, үлкен рахмет. Есімім Айдар болады. Жасым 22-де. 2023 жылы балдармен жүріп, жолдас балдармен қосылып қылмыс істеп қойдық. Заң бұзып, қазіргі таңда пробация қызметінде есепте тұрамыз. Жасаған қателігімізге өкінеміз. Шынайы ондай қателік жібермеуге тырысамыз. Қазіргі таңда дұрыс жолда жүруге. Қоғамда қылмыс жасау өте дұрыс емес нәрсе. Сол сәтте не ойладыңыз? Сол сәтте Білдіңіз ба өзіңіз қылмыстық іске бара жатқаныңызды? Я білдім. Қылмыс жасағанға өкінем, өте дұрыс емес нәрсе. Ол әрекетке итермелеген не болды сізді? Қаржылық жағы болды. Жолдас балдармен болған екен, дос болған екен, ақша керек, жүріс тұрыс деп сөйтіп. Қазір өкінесіз ісіңізге? Иә, қазіргі таңда өкінем. Дұрыс емес нәрсе жасағаныма. Осылай жаза өтеуіңіздің себебі ақшалай жоқшылықтың кесірі дейсіз. Жұмыссыздықтың салдары дейсіз. Сол сәтте ұрлық жасағанда біреудің еңбегін тартып алғаныңызды білдіңіз ба? Иә, әрине білдім. Не сезіндіңіз? Айдар мырза, барынша ашық болыңыз. Түсінем, әрине қиын. Иә. Дұрыс нәрсе емес екенін сезіндім. Өте. Отбасы мен қоғам алдындағы жауапкершілікті қазір сезінесіз ғой? Иә, сезінем. Қазіргі таңда. Сіздің бұл іс-әрекетіңізді отбасыңыз қалай қабылдады? Әрине, жақсы қабылдамады. Ауыр болды. Иә, ауыр болды. Жақындарыңызға ауыр болды. Дұрыс емес нәрсе болды. Басқа адамдарға да, таныс адамдарға да, достарға да дұрыс нәрсе болмады. Нақтылай кетсек, Айдар мырза, отбасында кімге ауыр болды? Отбасында ата-анама ауыр болды. Ата-анаңызға ауыр болды. Басқа ағайын туыстарға да ауыр нәрсе болды бұл нәрсе. Егер де уақыт артқа қайтса, басқа жолды таңдар ма едіңіз? Иә, әрине. Таңдар едіңіз. Артқа қайтса, басқа дұрыс жолды таңдар едім. Қазір сіз пробациялық есепте тұрасыз. Иә, қоғам сізді қалай қабылдайды? Қоғамның тарапынан шектеу бар ма? Қоғамның тарапынан шектеу бар, иә. Осы жайында тереңірек айта аласыз ба? Қоғамның жайында шектеу болғанда көпшілік ортада қысыласың, иә. Кешке шығамайсың, қаланың ішінде боласың. Заңға бағынуға тура келеді. Иә. Болашақта мұндай әрекетке барар ма едіңіз? Жоқ, болашақта мұндай әрекетке бармайды. Демек, өмірдің сізге деген үлкен сабағы болды. Иә. Келісесіз ғой? Келісем, иә. Жасаған қателігіңіз үшін кешірім сұрау сәті бұйырса, кімнен сұрар едіңіз кешірімді? Жасаған қателігім кешірім сәті туса, бірінші Алладан кешірім сұрайтын едім. Одан кейін ата-анамнан, басқа адамдардан кешірім сұрайтын едім. Бұл әрекетім үшін. Болашаққа сізде қандай жоспар бар? Болашаққа жоспар тек жақсы жолмен жүру жоспар. Жақсы адам болу, жақсы жүру, басқаларға жақсы тәрбие, дұрыс жолды айту. Өсіп келе жатқан ұрпаққа не ақыл айтасыз? Өсіп келе жатқан ұрпаққа айтар ақылым, дұрыс жолды таңдау, жақсы жолмен жүру, ешқандай бұзушылық істемеу да айтарым. Ең бастысы сол. Осы іске тап болған сәтте абақтыға түстіңіз делік.
Иә. Сол сәтке бірер минутқа оралайықшы. Ішкі әл ахуалыңыз қандай болды? Енді ол кезде нашар болды. Нашар болды. Иә. Не ойладыңыз? Сотталамыз деп ойладық. Бағыт жоғалттыңыз ғой Иә. демек өмірден. Иә, өмірде басқа жолға кеттік деп ойладым. Осы емес жолға. Бостандыққа шығуды Иә, армандадыңыз. бостандыққа шығуды армандадым. Құрметті әлеумет, бұл жүректен шыққан шынайы әңгіме. Өмірдің қатаң сынағынан өткен жанның жан тебірерлік тарихы деп біліңіз. Біздің бүгінгі барынша шынайы болған кейіпкеріміз Айдар мырзаға алғысым шексіз. Алдағы уақытта сізге тек сәттілік тілеймін. Сәттілік серігіңіз болсын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңа қонақ, жаңа тарих, жаңа сабақ. Қош болыңыздар.